Получается у нас тут груз массой 10 килограмм. Давайте скажем N. И тут обезьянка висит. Получается, обезьяна движется вверх относительно веревки, да, но относительно нас стоит на одном месте. Вот этот груз будет подниматься с каким-то ускорением А. Давайте запишем формулу. Так, здесь у нас получается tension, mg. Для обезьяны легко, да? Только tension и равняется mg. А для блока получается здесь будет у нас mg. Для блока у нас будет tension равно mg плюс ma, да? Нужно будет приравнять. Что у нас выйдет? mg равно mg минус ma, плюс ma. И отсюда a равняется m минус m, деленное на маленький m, умноженное на g. И получается m минус m у нас равняется 30 минус 10, 20, деленное на и масса 10 килограмм, умноженное на 10. И получается ускорение блока равняется 20 метров в секунду в квадрате. Ну, по идее, оңай тесик. Кстати, и вот эта обезьяна должна двигаться относительно веревки вот с таким же ускорением. Сразу центнер? Нет? Центнер. Так, следующая задачка. Свинцовые и алюминиевые шарики одинакового радиуса R связаны невесомой нерастяжимой нитью, длина которой намного больше размера шариков. Шарики опустили в сосуде глицерина. После этого они пришли в движение с нулевой начальной скоростью. Сила сопротивления движению шариков пропорциональна их скорости. Причем коэффициент пропорциональности одинаков для обоих шариков. Найдите силу натяжения нити при установившейся скорости движения шариков. Так, получается у нас через некоторый момент, в воде, алюминий и свинец. Радиусы у них одинаковые, и они у нас связаны с нитью. Допустим, у глицерина плотность равна 0. Сила сопротивления движению шариков пропорциональна их скорости. Получается, у нас есть сила сопротивления, которая зависит от скорости линейно, да? То есть чем больше скорость, тем больше
сила сопротивления. И сол үшін тым қатты жүрген кезде біраз уақыттан кейін бұлардың жылдамдықтары не істейді? Қалыпты болады, иә? Бір қалыпты болады. Енді бізге мына жіптің керілу күшін тапсын дейді. Әрбір шарикке қандай күштер әсер ететінін жазып өтейік. Initial tension. Вниз M1G. Вверх сила сопротивления. Сила сопротивления у них у обоих одинаковая, да? И еще что есть? Сила Архимеда. Сила Архимеда тоже одинаковая, потому что у них объемы, радиус одинаковый. Получается, если записать формулу, как это будет выглядеть? M1G плюс T равняется FA плюс F. А теперь для второго. Получается, вниз у нас будет M2G. T. F. И сила Архимеда. И что здесь у нас будет? Получается, M2G будет равняться F Архимеда плюс T плюс F. Давайте вот этот T закинем в эту сторону. И что у нас получится? M2G минус T равно FA плюс F. Приравниваем вот эти два. Получается M1G плюс T равно G минус T. И отсюда T будет равняться M2G минус M1G два. Так, если записать формулу, то есть, если подставить формулой для массы ρ на волюм, на объем ρ1 умноженное на 4 деленное на 3 π r. И m2 равняется ρ2 умноженное на 4 деленное на 3 π r куб. И отсюда получается ρ2 минус 1, ρ2 минус ρ1 умноженное на 2 π r куб g деленное на 3. Вот эта двойка сократилась с четверкой.
Вопрос есть? Что за сила F? Это сила сопротивления, получается, тут у нас написано вот, сила сопротивления движению шариков пропорционально их скорости. Вот. То есть получается, вот эти шарики, когда будут двигаться, будут опускаться, на них будет действовать какая-то сила, которая будет как бы отталкивать их. И это не сила Архимеда, это сила сопротивления. Это чуть баскаша получается. Еще вопрос? Да, запиши. Кешіресіз ағай. Ja. Ана жерде сіз М1-ді өрнектеген кезде 4 бөлінген 3 пер куб сол В-ға тең ба? Ja. В деген көлемі. Все. Рахмет. F Архимедтен не істедіңіз деп сұрап жатыр екен. Мына жерде F Архимед қосылған жаңағы сила сопротивления бар ғой, екеуінің қосындысы уже M1G плюс T-ға тең. Ол бірінші үшін. Ал екінші үшін M2G алынған T-ға тең. То есть сразу кетіп қалады жаңағы теңестірген кезде.
Так, мына жерде т деген иә керілу күші, жаңа сөйлеп жатыр екен, дауысым естілмеді. Егер тағы сұрақ болмаса, жылжи берейік ары қарай. Шарик, плотность которого меньше плотности воды, с помощью тонкой нити прикреплен к дну большого сосуда, заполненного водой. Сосуд движется вправо с ускорением А. В какую сторону и на какой угол альфа отклонена нить от вертикали? Так. То есть мында бізде бір сосудта су бар. Мен бұл есепті әлі өзім шығарған жоқпын, мен шығарайын деп жатырмын. Егер бір жерде дұрыс болмай жатса, сразу айтып отырыңыздар, иә? Получается, мында шарик. Бұл жерде какой-то бар альфа. Мына су сосудтың ішінде су бар, және бұл былай қарай қозғалып келе жатыр, иә? Бір ускорениемен. Ускорениемен қозғалғандықтан мына жерде бізде бір бетта угол пайда болады. И осы бетта негізінде неге тең болады? Таңыз бетта. Поставим G, поэтому кешіріңіздерші, маған бір 2-3 минутқа шығу керек еді.
Так, давайте жалғастырайық. Получается, бізде жаңа мына жерде ой. Мынау керісінше екен ғой. Ускорение негізі былай қарай емес, былай ғой. Сол кезде мынау отклонение артқа кетеді да. Так, мында бетта дедік, мында альфа дедік. Қайсысы бетта? Мынау бетта ғой. Енді қараңыздар. Бізде былай қарай қандай да бір ускорение бар да, А деген. Жеріміз бетта. Онда жаңағы G болса, онда A болса, былай қараймыз ғой. Ой, sorry, кешіріңіздер. Жаңа мына қозғалып баратқан күштер ғой бұл. mg былай болады, ал ma мына жаққа қарай болады, ma. Енді мына проекцияны сызатын болсақ, мына жеріміз бізде жаңағы бетта. Получается, мына үшбұрыштан ma мына жерде ғой. Бізде тангенс бетта неге тең болады? ma бөлінген mg. Немесе a бөлінген g-ға тең, иә? Так, енді мына шарикке қандай күштер әсер ететінін қарастырайық. Біріншіден мына бағытта tension, жіптің керілу күші төмен қарай. И мына сығылған су бар ғой, ну то есть мысалы шарикті саламыз ғой. Сол кезде бір m деген судың массасы бізде не істейді? Жоғары қарай көтеріледі. Получается, осы m деген масса бізде екі жаққа әсер етеді. Біріншісі гравитация сияқты, бірақ жоғары, керісінше. mg. Екіншісі ускорение болып әсер етеді. ma. Және осы шариктің өзінің бір инерциалды күші бар, ma деген. Енді осыларды жазып шығатын болсақ, формулаларын. Так, мына жерде бізде альфа және t косинус альфа. Қазір вертикалды күшті қосылған n тең болады. Үлкен mg-ге. Ал горизонталды бағытта қандай күштер бар? Tension синус альфа. Тең ma қосылған ma. Мына үлкен m деген ығыстырылған судың массасы. Енді қалай істейміз? Мына жерден tension косинус альфа неге тең болады?
үлкен m азайтылған кішкентай m g, ал теншн синус альфа неге тең болады? m плюс m өтілген a. Енді осы жерден альфаны оп-оңай тауып алуға болады. Үлкен м деген не? Үлкен m деген ығыстырылған су бар ғой. Мысалға, Сила Архимеда ма? иә, сол сияқты. А, Сила Архимеда. Так. Ана үлкен м осы бағытта әсер ете ме разве? Ускорение бізде. Так, мен қателестім ба? Конечно, қателестім, иә. Ағай, бір идея айтсам бола ма? Айт. Бізде А деген ускорениемен оң жаққа жүріп жатыр ғой да. Аха. Біз оны типа G сияқты қарастырсақ, бізде горизонтальный сила Архимеда болады. И еще бізде теншнның бір проекциясы бар, горизонтальный. И осы результатная сила бізде m-ға тең. Мен сол мына жерде қателесіп отырмын ғой. Мен негізі тура сондай немен алып отырмын. Сол идеямен. Просто мына жерде шарик отклоняется направо деп алып отыр екен, да? Негізі налево же. Когда былай қарап жылжыған кезде. Былай емес па? Бізге осы Ағай. Ау? Ағай, бірне сұрасам ба ма? Мұнда горизонтальный сила Архимеда қолданбай ма? Қолданады. Мынау ғой горизонтальный сила Архимеда. Тура. Иә. Просто мен мынаны қуып оңға әсер етеді деп жазыппын да. Негізі мына солға болады ғой. Дұрыс па? Вот, енді дұрыс болған сияқты. Мына жерде сонда минус болады. А сонда горизонтальная сила Архимеда Аға противоположный бағытта алады ма? Ускорениеға? Иә. Жоқ, рахмет. Горизонтальная сила Архимеда былай қарай, оңға қарай әсер етеді. Так, енді осы жерден екеуін бөлетін болсақ, мысалы тангенс альфа бізде тең болады А бөлінген G. Осындай болады. То есть, на жердегі угол отклонения воды и угол отклонения вот этой массы, они равны. Сұрақтар ма тағы?
ағай мында үлкен mg ол қандай сила? Сила Архимеда. Обычная. Ой, Отсын ба? үлкен м болса ол не шыққан су болса ма? Иә, ығыстырылған судың массасы ғой. Кешіресіз ағай, Аха. мына жерде бізде үдеу оңға қарай болса, ығыстырылған судың массасы да сәйкесінше былай солға қарай болмайтын ба еді? Үлкен М. Үлкен М солға дейсің бе? Енді бізде үдеу оңға қарай болып тұр ғой. Так. Үдеу оңға ығыстырылған су. Қазір 1 минут. Сонда былай бола ма? MA плюс MA тең Т. Т синус альфа бола ма? Все, түсіндім. Негізі былай болмайды ғой. Мынауымыз дұрыс екен. Так. Неге былай болады? Потому что ығыстырылған су мынау бар ғой. Ускорение былай болған үшін, ол оны тоже осылай қарай итереді. MA. Су бұны, получается, оңға қарай итереді. Ал мына не болса, шарик болса, өзі солға қарай кетуге тырысады. Ал бізде MA, мына судың массасы шариктің массасынан үлкен ғой. Сол үшін бізде мына tension
кішкене артқа әсер ету керек та. Сол үшін мына негізі алдыға қарай итеріп атады, бірақ оны tension ұстап тұрады осылай қарай. Түсінікті ма? иә. И получается, мынау қате и осылай болады, дұрыс иә. И сонда MA судың ығыстырылған күші оңға әсер етеді, судың инерциалдық күші солға әсер етеді, және tension синус альфа тоже солға әсер етеді. Сонда осылай болады. Мына жерде минус болу керек. Все, енді дұрыс болды. Тағы сұрақ бар ма? Так, жоқ болса негізі бүгінге осымен біту керек еді, бірақ что-то үлгермей қалдым. Ой, то есть ерте бітіріп қойдық. Давайте тағы бір есептен неден алып салайын қазір. Так, металлическая иголка диаметром 1 мм и длиной L, смазана жиром так. Мне кажется, наоборот болу керек қой, да? Связано так, что ее поверхность абсолютно не смачивается водой. Найдите максимально возможную плотность ро вещества иголки, при которой она не будет тонуть в воде. Коэффициент поверхностного натяжения воды, кажется, мы до сигма вводим, принять равны 0,107 ньютон-метр. А ускорение свободного падения 10 метров в секунду квадрат. Так. Получается, бізде осындай не бар. Мынау болғандықтан, типа 2D шығарамыз, е? Осылайма. Қандай күштер бар бізде? Төмен қарай. MG. Жоғары қарай. Мынандайдан екеу болады ғой, е? Мына жағында и мына жағында. Поверхностное натяжение жидкости, да? При котором будет тонуть в воде. Так, енді.
Мына күш неге тең болады? F тең болады L көбейтілген сигма, я мынаған. Жоғары әсер ететін күштер, бірақ бұндай бізде екеу. Біреу мына шетінде, екіншісі мына шетінде. Және бұл бізде неге тең болу керек? mg-ға. Енді орнына қойсақ, 2L көбейтілген сигма тең болады массасы бізде ρ V деген π d квадрат бөлінген 4 көбейтілген L болады. Көбейтілген гравитация, да? И осы жерден ρ неге тең болады? 8 сигма бөлінген π d квадрат бөлінген g. Так, вроде болған сияқты. Сұрақ бар ма? Қиын есеп бола ма деймін, есеп болып қалды. Ау? Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ, иә? Ағай, жаңағы есепке қоя аласыз ба? Оған дейінгі болған. Иә. Қазір скрин сделаю. Ағай, осы есепке қатысты сұрақ бола ма? Мен мұнда үлкен эманың оң жаққа не үшін тартып жатқанын түсініп жатқан жоқпын. Ол, наоборот, артқа тартпаймын. Артқа тартады дейсің бе? Сонда оны алдыға қарай не тартады? Тәншіңғанда тарта ма? Жоқ. Енді? Түсіндім. Ағай, біріне сұрасам ба ма? Осы жылы облысқан бара ма каждый класстан, әлде 3 адамнан ба? Айтылаш сұрақты? Облысқа каждый сыныптан бір адам бара ма? Каждый сыныптан бір адам бара ма, 3 адам бара ма дейсің бе? Негізі әр лицей өзі шешпейді ма? Түсінікті. Так, давайте тағы қандай есептер бар екен? Ағай, последний есеп көрсете. Последний есепті. Қайтадан түсіндіру керек па? Жоқ болды, рахмет.
ертең термодинамика берді. Так, давайте надо присесть прокинь, тоже ответ. Открытая и полностью заполненная маслом бутылка плавает вертикально на поверхности воды, выступая над ней на высоту 5 сантиметров. При ударе о камень в дне бутылки образовалось отверстие. При какой высоте бутылки H масло из нее выливаться не будет. Плотность масла 0,8 грамм сантиметр куб, плотность воды 1 грамм сантиметр куб. Так, получается бізге мынау да что-то оңай есеп болып қалды ғой. Жарайды. Қараңдар, получается мына суды, су мынаның ішіне кіреді ғой. Былай қарай, да? Мына бутылка не істейді? Бутылканың ішіндегі май жоғары қарай жылжиды, иә? И давайте мына точкада қандай pressure қалай еді? Қысым, иә. Мына точкада қандай қысымдар бар екенін қарап көрейік. Су жағынан мына жерде бізде ρ 2 да, G H минус H болады. Қосылған ауаның қысымы, иә, P0 деп алайық. Мына жерден қысым жасайтын. Ал мына майдың әсерінен қандай қысым болады бұл жерде бізде? ρ1 G H азайтылған H. Қосылған тоже P0, да? Мына жерде P0-дар қысқарып кетеді. И сонда бізде не жаздым мен? H минус H емес, мына жерде тек қана H болады ғой. Енді осы жерден бізге H-ты табу керек. Потом мына жерде жаңағы не бар ғой? Кішкентай бір биіктік, который ығыстырылған биіктігі ше, оны негізі алмаймыз, себебі, насколько я понимаю, мына жердің ауданынан әлдеқайда үлкен. Сол үшін оны қарастырмай қойсақ та болады. И сонда H неге тең болады екен? ρ2, G-ларын қысқартып тастайық. ρ2 азайтылған ρ1 H тең болады ρ2 H-қа. И значит, үлкен H неге тең болады? ρ2 H бөлінген ρ2 минус ρ1.
ортасында. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Хорошо. Ал тағы басқа, давайте осымен бітірейік пока что. Басқа там олимпиадаға байланысты там ондай ешқандай сұрақтарыңыз жоқ па? А во всех областях онлайн будет, что ли? Ну, вроде да, во всех. Давайте я все-таки уточню. Но насколько я знаю, во всех областях. Я бүгін разбор зуммен болады. Ағай, кешіресіз. Ага. Құдай қаласа олимпиада бір осы есептерге ұқсас келетін шығар, иә? Нақты білмеймін қандай сұрақтар келеді. Бұл негізі қазір сабақта біз оңай есептерді қарастырып отырмыз. Андай базаларды чисто. Ал неде шын олимпиадада, то есть мысалы біз есеп шығарамыз ғой 2 мен 4-дің арасында. Сол кезде олимпиадаға жақын сондай қиын есептер шығарып отырмыз. Иә. Рахмет. Так, егер сұрақ болмаса, онда жайлап шыға берейік, Рахмет, сау иә? Сау болыңдар. болыңыз, ағай.